Күн қазақ елі. Мен айтамын да, мына баяның менен өткен сорақ екен. Құдай, мен қайта өздерінің тілінде орысша білмесе бірақ десе маған женский солидарность дей ма не дейді? Сондай жоқ әйел екен. Ана мөлдірге олай тиісуге ешқандай қақыңыз жоқ. Мөлдір жас кезінде болғаны, ол жас кезінде бәріне де болады ондай. Жасың 50-ге келгенде сен өзің жия алмай жүріп, кімге пір боласың дейді. Кімге күл болсың? Жыртықсың ғой сен, ол тесік ал. Кімге күл болсың? Жыртық тесікке күліп деп отырсың ба? Сіз тоқтатыңызшы олай. Ол қазіргі мөлдірдің сипаты нағыз қазақ қыздың арудың сипаты. Кез келген адам сөйлеуге құқы бар. Сіз қызық екенсіз, сіздің концертіңізге мүмкін ол барды ұстазым деп. Сен оған ана 4 қыз құсап шешінесің. Сен ондай киімге қарсысың, мен білем ғой сен. Енді келіп жұрттың анда жалғыз мөлдір талап жеп жатсыз. Баян ханым, тоқтатыңызшы сіз. Қазақ аруларын біз өткенде ұрысқанды ескертіп, ол намысын қорғауға ешқашан жалықпаймын деп. Болды ғой сен, жетер. Қайырлы күн, аман есен Ақтөбеге жеттім. Қожайын деп, мен қожайыным өзінше маған айтады, сенен қорқып бәрімізді патриот болып мындай киіп алдық дейді. Бүкіл Қазақстан қазақша сөйлеп жүр. Сыйлап па? Жаңа самолетте де бәрі маған қазақша сөйлеп бірінші. Қазақ тілі сонда бәкеңе ғана керек болған ба? Қазақ тілі жанымыз ол. Бұйырса ұрпақтарымызға аманат етіп қалдырамыз. Қазақша, ол да баядан қазақша сөйлендім. Құтты болсын көліктерің Роза. Үйдерің қоймай, үй. Көлік алады жастар. Қайдан алдың сен? Құтты болсын. Алдында маған баталық еді, батасы қалып болған. Очень айтқан уақытта алдым ғой. Постоянно Розаға күшті жүреді, бата. Майдың өзіне өзі отыр. Достар, мына хайпқа мен бір антихайп жасамасам болмады енді, қараңыздар. Баян Мақсатқызы туралы бір ғана нәрсе айтуға болады, она наидобрейший человек. 5 лет своему учителю она вонзала нож в спину и улыбалась ей в лицо. Енді шыны керек болады ғой жаңағыдай, семшке шағап отырып артынан диземен забивать етіп көретін хайповый кино отыр, бүкіл халық осыны айтып жатыр. Енді Баян апа на хайпе дейді ғой, трендтен түспей жатыр, байқаған шығарсыздар, керемет бір гениальный хайп менеджер жалдаған көрініп тұр. Бұл жерде негізі екі мәселе бар. Біріншіден енді Баян жаңағы мөлдірдің артын ашып беріп отыр ғой. Енді мөлдір Баянның артын ашады, интервью береді, оны жақсылап тұрып бәріміз көреміз тазда рахаттанып. Сосын екеуі бір-бірінің артын ашқаннан кейін енді түсінікті ғой, сотқа береді. Сосын кім сотқа бірінші береді, сол терпела болады. Оны айтамыз, сот мүмкін онлайн болып, ашық түрде бүкіл 20 миллион халық соны көретін шығармыз. Енді Қазақстан үстіп жаңадай дамып көркейіп, хайптар кіріп шыға беретін хайповый дворға айналып келе жатқан сияқты. Енді күлесіз ба, жылайсыз ба, оны өзіңіз білесіз. Бұл бір. Екінші мен сізге айтайын, негізі бұл договорняк, сценарий, кәдімгі шоу, кино, шантаж, интрига, барлық элементтер қосылған. Алдағы уақытта кешу жанданып, жаңадан бір концерт беріп, жаңа Балжан Бидаш пен Мөлдір екеуі совместный трек жазып, бір кино, документальный осындай нәрселерді істейді. Енді Баянның басқа істейтін тірлігі жоқ, басқа айтатын әңгімесі жоқ деп ойлайсыз ба? Әрине, бұның барлығы маркетинг ход. Бірақ бір детальді қосып жіберу керек еді. Жаңағы Тұрсын Алагөзовтың Макси Чайын арасына тығып жіберу керек осы әңгімеге. Макси Чай іштеп айттым, ол ішпеді, анау мынау деген сияқты бірдеңені ұйымдастырып, сонда күшті реклама кететін еді деп ойлаймын. Жалпы достар, бұл әшейін хайп, ұйымдастырылған, жалданған дүние, кино не болса да енді бұл жерде кімдігін алаймыз? Соны жасап отқан адамдарды ма? Жоқ, осыған миллион просмотр беріп отқан қарапайым халық біз ба? Енді о жағын өзіңіз ойланып қорытынды жасай беріңіз достар. Аман есен Ақтөбеге келіп туған жер адам қарап жатсақ, мына апа қай жылда, осыдан неше жыл бұрын келдіңіз? 13-ші жылды келдім. Қолым бұлай болды, бұлай. Қолым бұлай сынып қалып еді. Сосын сен деген алып, мен мына гипсті шешіп тастап, өзің бір нені нетіп, міне, пожалуйста. Жаным. Қалай мен сенбеймін. О, қожайын. Ата мен әже бала ойнатып отырған немеремізді. Ердоған батыр. Ертегі ұнады ма Ердоған саған? Сен батыр деп айтпады. Біздің қожайын далаға шай ішіп отыр. Ауа райы күшті екен. Өте бір Нұргүл, менің Нұргүл қызым шығып. Көмекші қызым. Ысты бауырсақ пісіріп па? Ердоған тілегін орындап отыр. Ауа райы күшті, бүгін Ақтөбеде керемет. Үйге келіп жадырап жатырмын. Әжетай болып жатыр. Ердоған әжесі келіп қуанып жатыр. Ей, жаным ботам.
Біздер Қарағандыға келіп адам қарап жатсақ, Қарағандыда қазақтарды қарап жатыр, сонымен бірге бізде орыс өкілдері қарап жатыр. Бірақ та енді мен орыстарды ұят болады ғой, өзгеріп болған қолымнан келгенше бірге енді тіл табысамыз. Ол да барын айтады, мен де ол жағынан мен ешкімге айта алмаймын, ұлттың қақына құқына кіре алмаймын. Тек қазақтарға ғана қазақша сөйле деп айтуым мүмкін. Как у вас? Жағдайыңыз қалай? Как? У меня, в общем, знаете, я к вам уже приходила, очень были сильные боли, очень. Сейчас боли у меня прекратились. Немножко, да, я не скажу сильно. А вы на каком поле? Где у вас болели? Қай жеріңіз ауырды? Грыжа. Ой, грыжа, это менің жұмысым ғой. Бұл кісі асқынып келді, жүре алмай, да. Даже сөйлей алмай. Да, в поликлинике к врачам мы ходили. Аяғыңызды беріңіз, түрімен жол жүріп, келіп бір-екі сағат күтті, бір көзілген болып, бір сағатты демалып. Алдында келіп бере. Былтыр келдім, белім ауырып. Жақсы болдым. Жақсы болып кеттім, рахмет сізге. Қызымды алып келдім, қызым щитовидкасынан жақсы болып кетті. Сәлем айтып. Жаным, щитовидка деген қазақшасын айтып отыр. Әзіл мына жерге таяғын. Сөйтейді, мына не оны деген не деп айтады екен, қалқанша без. Сол қалқанша безден мықты көп адам бізде жақсы болып. Келулеріңізге болады, достар. Ол деген бұрыннан бар ауру, қазақта баспа деп айтады екен оны. Оны көп бездерді шұқтай бермеңіз. Дәрігерден көмек керек болса айтам. Жаңа бір анамыз келді, оның ұршығының басы шелініп қалған мүлдем. Оған әруақтар маған аян беріп тұр. Бұл кісіге тек жеңілдік болады. Отаға тіркеліп тұр, жасата берсе. Сөйтсем, тіркеліп тұр. Ол титанның да қазір медицинаның да дамығанын мойындайтын жерлеріміз бар, Аллаға шүкір. Жол сілтейміз ғой, келіп. Қайырлы күн, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Ақша мен абыройды ақиқат пен адамдықтан жоғары қойған танымалды тұлғалардың арасындағы даудамай созылғанына бір аптаның көлемі болды. Сырттан бақылап отырып үнсіз қалғаным жарамас дедім. Себебі қолына Құдайдан қасиет қонған Бағдагүл ханымның ақиқатына, сынына, ақша мен атағын пайдаланып отырған қазақтың қос бикешіне айтарым бар. Ата бабамыз ұлтымызды жаудан әруақтар қолдасын деп қорғаған болатын. Сіздердің қолдарыңызға атақ пен абырой ақшаның арқасында бітсе, Бағдагүлдің қолына Құдайдан келген қасиет арқылы бітіп отыр. Сондықтан Құдайдан қонған қасиеті бар Бағдагүл ханымның сынына мұншалықты әділетсіз соты бар Тоқаевтың жүйесімен күресіп жеңсеңіздерде, ақиқаты бар Құдайдың сотында жеңе алмайсыздар, қос бикеш. Иә, мен де сіздердің сұлулықтарыңызға тәнті болып жүрген жас буын ретінде 30 жылдан бері сіздердің бойларыңыздан ұлттық идеологиямызды, қазақилығымызды және де отбасылық құндылығымызды көре алған жоқпын. Бағдагүл ханымның айтып отырғаны ақиқат. Сіздер танымалды тұлғасыздар. Сіздер қазақтың жас буындарына, тәрбиесіне, ұлттық идеологиясына, салт дәстүріне, мәдениетіне, отбасылы құндылықтарына үлкен әсер ететіндей, ете алатындай танымалды тұлғасыздар. Әрине, қазақ тілде сөйлеңіздер, отбасылық құндылықтарыңызды сақтаңыздар, ұлттық идеологияны сақтаңыздар. Менің көргенім жас буын ретінде танымалды сұлу бикештер 30 жылдан бері сіздердің бойларыңыздан көргенім, етек жеңді ашу, отбасылық құндылықты жою және қазақ тілімізді жоюды көріп келіп отырмын. Халықтан сыйды алғанда көтере алдыңдар ма, енді халықтың сынын да көтеруге міндеттісіңдер. Қалтасында ақшасы, қоғамында абыройы бар қазақтың танымалды тұлғалары. Бұл өмірде ақша мен абыроймен балқып шалқып өмір сүрсеңіздер, кейінгі өмірде ақиқатпен өмір сүресіздер. Сондықтан бұл қазақ әруағы бар қазақ. Қолына қасиет қонған, әруақтары сөйлетіп отырған ақиқатшыл Бағдагүл ханымның іс-әрекетін
келеке мазаққа айналдыруға сіз екі қос бикештің ешқандай құқы жоқ. Мен де айтар едім, мен сіздердің бойларыңыздан ұлттық идеологияны көрген жоқпын, қазақилықты көрген жоқпын. Неге ауыздарыңа қазақ тілі симайды? Сөйлеңдер, отбасылық құндылықты көрсетіңдер. Себебі сендер қазақ жастарына үлкен әсер ететін танымалды тұлғасыңдар. Танымалдылықтарыңды қазақтың қоғамына кері әсер ету үшін пайдаланбаңыздар. Пайдаланып келдіңіздер. Ендігі кезек ол іс-әрекеттеріңізді тоқтатуды талап етеміз. Себебі біз ұлттық идеологиямызды, қазақтығымызды және отбасылық құндылықтарымызды сақтауға міндеттіміз. Бағдагүл ханымнан қолдарыңызды тартыңыздар. Ақша мен атақпен соттан жеңетін шығарсыздар, бірақ ақиқатпен Құдайдың алдындағы соттан жеңе алмайсыңдар. Қос бикеш.